Сәлем достар, Астана әр елдің саяси әкімшілік істерін жүргізетін стратегиялық маңызды орталық. Әр мемлекеттің астанасы да түрлі ерекшеліктерге ие. Біз бүгін соларға шолу жасап көрелік. Әлемдегі ең қарт ел орталығы Ливан астанасы Бейрут. Финикилер тағанын қалаған Бейруттың тарихын 5000 жыл ілгері шегеруге болады. Археологиялық қазбалардан көптеген финикилерге ежелгі грек, араб және Осман империясына тән жәдігерлер табылды. Сирияның Дамаск шаһарымен бірге Бейрут әлемнің ең қарт қалалары деген атақты еншілейді. Ең жас Астана Нұр-Сұлтан десек, сірә қателесеміз. Біз үшін Астана жас қала болғанымен, елордасы бізден де жас ел бар екен. Ол Оңтүстік Судан Республикасының орталығы Джуба қаласы. Оңтүстік Судан 2011 жылы жалпы халықтық референдум нәтижесінде Суданнан іргесін бөлектеп, тәуелсіздік алған жас ел. Сәйкесінше, оның астанасы Джубада қазіргі таңда әлемдегі ең жас астана атанып отыр. Моңғолия астанасы Улан-Баторда қыстың ең суық күндері сынап бағанасы -50 градусты көрсетеді. Сөйтіп ол ең суық астаналардың көш бастап тұр. 6 ай бойы суық кетпейтін Улан-Батор климаты құрлықтық климатқа жатады. Дәл осы бап бойынша Қазақстанның астанасы да қалысар емес. Еліміз әлемдегі ең үлкен кіші құрлықтық мемлекет болғандықтан қысы қатты суық типке жатады. Сондықтан әлемдегі ең суық астаналар категориясына Улан-Батор мен Нұр-Сұлтанды қосып айтуымызға болады. Ал әлемдегі ең ыстық астана қатарына екі бірдей қала еніп отыр. Олар Оман астанасы Масқат пен Кувейт мемлекетінің орталығы Әл-Кувейт қаласы. Мұнда жылдық орташа температура 39 градус Цельсийге жетеді. Оңтүстік Америка құрлығындағы Ла-Пас қаласы теңіз деңгейінен 3577 метр биіктікте орналасуымен дүние жүзіндегі ең биік астана атанып отыр. Боливия елордасы ертеде жергілікті үндістердің мекені болғанымен 1548 жылы Ла-Пас өзенінен шағыл алтынның табылуымен күрт дамып, 1898 жылы бейресми астана мәртебесіне ие болды. Ал Тынық мұхиттағы Тувалу астанасы Фунафути дүние жүзіндегі ең төмен орналасқан астана. Теңіз деңгейінен 2 метр биіктікте ғана орын тепкен осы елді ғалымдар болашақ 30 жылда суға батады деп болжайды. Тувалу сонымен бірге территориясы 240 гектарды құрауымен ең шағын елдердің қатарына кіреді. Токио әлемдегі ірі мегаполистің бірі. Қала аумағы 2155 шаршы километрді қамтуымен әлемдегі ең үлкен астана саналады. Егер Нью-Йорктың өзі дүние жүзіндегі ірі қалалардың санатына жатса, ал Токио Нью-Йорктың 3 есесіне жуық үлкен. Сонымен бірге, Токио екі Қазақстанның халқын сыйдырып отырған әлемдегі тұрғыны ең көп қала. Ал адам саны ең аз астана ол Ватикан. Италия территориясының аумағында мемлекет ішіндегі мемлекет сипатына ие. Ватиканда 830 адам өмір сүреді. Соған қарамастан, жеке темір жолы, пошталық маркасы, тәулік бойы 36 тілде хабар тарататын халықаралық радиостанциясы бар. Әлемнің 120 елімен дипломатиялық байланыс орнатқан. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.